Қажымұқан. Бұл берген уәдем еді. 1941 жылдың көктемі. Алатаудың айдын шуақты баурайына көктем әкелген жұпар иісі сезілді. Ауа райының мерзімді уақытысына қарай қар еріп жаңбыр жауды, шалғыны өсіп бау бақшасы дер кезінде көгерді. Үй алдындағы үш төбемен мен екі түп сирен тауыстың қанатындай көрікті жапырақтарын жайды. Гүл бүршіктерін шығара бастағанда апрельдің орта кезі болып та қалып еді. Менің қыс ортасында мертіккен аяғымның сырқаты созыла түсті, ұзап жүре алмай үйден сирек шығатынмын. Ойпырмай келіп қалды, деді үй алдындағы арық суына ыдыстарын тазартып отырған әйел. Сасқалақтаңқырап үйге кірді де, қолына ұстаған ыдыстарының суын тамшылата артына қарап, Қажымұқан келді, деді. Ұмытқан есімі енді есіне түскендей. Мен орнымнан қозғалғанша, Қалмақанның үйі осы ма деген қомақты үн үй алдындағы басқыштан естілді. Мен де ауыз үйге шығып үлгеріп, жида ағашының бұтақты бүгілінен істеген тоқпақтай жуан қолдың саусақтарын ұстап тұр едім. Көрмеген кісі де оны бейнесінен тани беретін Қажекең екен. Алматы қаласы, Карл Маркс көшесі, 97-ші үйде 23 күн жатты. Бұл үйдің алдындағы 80 жыл жасаған емен ағаштың саясында қазақтың ардақты кісілерінің бір сыпырасы отырып түнеп түстенетін еді. Баласы Қошқарбайдың Шашубаймын, болсам да малға кедей сөзге баймын. Көп алсам кеммейтін, кенім халық байларға малды екен деп басырмаймын дейтін кәдімгі Шашубайдың өзі болды. Ерназар күндеменен баталасың, бәлеге неге барып шаталасың, балалар ынтымақпен істемесең түбінде жаман колхоз атанасың деп колхозшыға үгітін айтқан. Өзі туралы ақ басты Алатаудың жамбылымен, өлеңнің ұлы сүрі даңғылымен, алдымда Бұқарбаймен Сүйінбайлар солардан тәлім алған қалдығымен дейтін жамбыл. Тілтеме Ерназар Жамбыл атындағы колхоздың бұрынғы аты. Ақынның ардагер сыпайысы Нұрпейіс, салған жерден шаба жөнелетін әйгілі саңлақ ақын Иса, гармонға қосқан дауысы көршілердің қабырғасын дірілдеткен Нартай, кербез ақын Кенен, тілге бай Қуат, Саяділ, Жетісудың үрен жүршісі Үмбетәлі, оңтүстіктің Орынбайы, Әлібегі, сырбаз ақын Омар отырған жер еді. Қазақтың алып даласына білім шырағын жағушы жыл құстарының бірі Ыбырай Алтынсариннің егіп шығарған алғашқы гүлдерінің бірі жазушы Спандияр Көбейіпті осы ағаштың түбінде демалғанды. Сол жігіт жасты емен ағаштың түбіне кезекті ғасырлардың біртуар адамдарының бірі Қажымұқан палуанда келіп еді. Соншалық даңқты кісілердің аяғы басылып, саясында отыру үлесіне түйген сол емен ағаштар мен сирендер нендей бақытты еді десеңізші. Жамбылдың өлеңін жазып алуға жәрдемдестің, Қалдымақан. Нартайды 2 жыл бойы іздеп, Мырзашөл Нұратаны қоймай, Қоқан Ферғананы кезіп, көрінгеннен хабар айта жүріп, Алматыға алдырып, атағын шығаруға себепші болдың, Қалдымақан. Балқаштың түкпірінде жатқан Шашубайды сәмелетпен алып келдің, Қалдымақан. Кәне, мен туралы не істедің? Жалшыдан шығып, жер жүзінде палуандықпен атын жайған қазақта менен басқа кімің бар еді? Сәбит бар, Ғабит бар, ақын Иса бар, сен бар, басқаң бар. Мен туралы жазған кітаптарың қайда? Ертең Сәбитке барамын. Ол мені Орынборда тұрған кезімнен біледі. Ол мені жазбай Нұрмағанбетті жазды. Ол қасиетті ағаны жазғаны жақсы, бірақ мені қоса жазбаған үшін желкетін бір сығып қоймасам, есіне түсетін емеспін деп күліп қойды.
Болады Қажеке, сіздің кітабыңызда туады, Сәбит жазады, Ғабит жазады. Келешек ұрпақтардан әдебиеттің ғажайып шамшырақтары шығады. Олардың қаламы сізге үйірілмей кетпейді. Кәне, шай ішейік. Қажекең өмір арнасын ағытып айта берді. Ол алғашында бейне бір тұтасқан бұлтты найзағай жарып төге салған нөсер сияқты еді. Тыңдадым да отырдым, қағазыма түгінді түрте алмадым. Сатырлатып құя салған нөсердің баданадай тамшыларының жәйлесі тиіп, жанымды рахаттандырып, жайсызы шашырап, көзімді жұмдырып, басымды ауыртқандай болды. Нөсер арты жерді көгертеді. Сөзінің қорытындысы жайнаған гүлді алдына жайған сияқты еді. Өмірдің бір саласында жасаған еңбегіне қатты қызықтым. Ара барлық гүлді аралайды. Бал шығаратын басын ғана сорат деп, керегін тізе бердім, күдікті жерін сұрай бердім. Бірақ түгел еншіме тимеген 23 күнде теңізден тамшы ғана алып қалдым. Жаз осыны, жазайын аға. Мені әсірелеймін деп әуреленбе. Тек Тәңірімнің берген бейнесін ғана жаз. Құп болады. Қар күреген бала. Ақпан қаңтардың сақылдаған сыраязы, қыламықтап, құрау ұшқындап барлық заттың сыртына мұздан сауыт кигізіп тұрды. Қызылжар қаласының орталық бір көшесіндегі қорада үлкен сарайдың темір қақпасы кең ашылып, ішінен höу-пілдеген дауыс естіліп жатты. Бұл саудагер Иван Ногиштің қоймасы еді. Күзде сойылған малдың еті мен майы енді ішкі Ресейге жөнелтіліп, оны таситын 60 пар ат шана жұмсайтын кіреші бай Орли Масликов кіресін алып еді. 30 пұт май құйып қатырған кеспекті 10 адам жабылып орнынан қозғалта алмай жатыр. Сілтеме, пұт 16 килограммға тең. Сарай ішіндегі дауыс солардың үні. Ораны басқан қарды күреуге жалдаған 16-дағы жас бала сарайға қайта-қайта қарай берді. Ей, сенің әкеңнің аты кім деді? Бүрме қара тонды қойманың басқарушысы. Оны қайтесің? Сұраймын. Құда түсейін деп бедің? Айтатыныңды айта бер деді, кішкене қара көзін жымита қараған бала. Сен онда неге қарайсың? Қарыңды күреді, тиісті тиін тебеніңді алып құры, бөгде нәрсеге бұрылып, қараудың саған қанша керегі бар, соншалық сарайдың есігіне қарай бересің. Сен балдырламай маған сонда не істеп жатқаныңды түсіндірші. Тау көтеріп жатыр. Сонда сарайға кірген тау көтерілмей жатыр ма? Шуылдап басымда ауыртты. Өздері адам ба? Шөпті сырауыл көтеріп келдік деген бақсының жыны ма? О, мұнаның сөзі 30 пұттан көрі ауыр жатыр екен. Жібер сарайға, көтерілмей жатқанның не екенін көрсін деді тұлыпты көмілтіп киіп қақпаулында тұрған саудагер. Ей, бар енді, әне, мырза көріп тұр. Көрсін емені деп, қар күреген бала есік алдында тұрғандарды қаңбақтай қақтырып, сеңдей соқтырып, қағамаға сарайға кіріп келді. Басқаны бірліктірген аяз, оған шыбынсыз жаз сияқты, үстінде мақталы жыртық шапан, белайын беліне қыстырып, бас киімін қолына ұстап, қимылдап жүрген кісілерге аңырая қарады. Тұрған орнынан жарты кездей ғана жерге әрең жылжыған кеспектің қасына жақындап, иығымен қағып, астындағы қалың тақтайды сықыр еткізді. Көтерілмейтін тауларың осы ма? Саған жеп жеңіл көрініп тұр ма? Ей, тәйрай, сонда сөз деп айтып тұрсыңдар ау. Тау дегенге таңырқансам, бұл шелекте ағыдыс қой, оңғысы жабылып қаланы höу-пілдеп бастарыңа көтеріп жүргендерің осы ма? Өздерің шетке сырылып, тиейтін шанаңды есік алдына әкеле беріңдер. Ей, әдемі тұлыптылар, қалбалақтап жүріп бір жерлеріңді қақтырып аларсыңдар. Кейін қаш. Мұнаның сөзі қандай дөрекі? Қожайындарға қалай түйеден түскендей сөйлейді десті. Мұртына мұз қатқан жұмысшылар. Оны қоя тұр, алдымен ауылдың алаңғасарының күшін көрейік деді іргеге қарай сырылған екі мырза. Бала еңкейе беріп, кеспекті иығымен
нығырақ тіреп қағып жіберді. Астына салған сүймендер мен қадағаштар шатыр күтіретіп біріне бір қағысып, бастары шошаңдасты да 30 пұт тоңмай құйған кесек, екі-үш қаққанда желге ұшқан ебелектей домаланып сарайдың есігіне барып та қалды. Шойтабан екі завод атын жеккен жүк шанаға қалай барып түсіп қалғанын тұрғандардың көзі шалмай да қалды. Ей, мынау не істеп жіберді? Не істегенін көрмей тұрмысың? Оның орнынан қозғай алмаған кеспекті шанаға апарып салып қойды. Айтайын дегенім ол емес ау, қожайын тегі осы кәдімгі адам ба? Енді кім? Бір жақтан келген дию ма, пир ма, бірдеңе шығар өзі. Не де болса, оның көтере алмағанды бір өзі көтере салды. Жарайды, міне саған 50 тиын деді май салған кеспектің қожасы. 20 тиынды мен берейін деді Масликов, кең барқыт шалбарының қалтасына бар жиған семіз қолын сұғып жатып. Майлы бай, қанша қорбандасаң да, қолыңа бір сомдық сары шұнақ ілінбеді-ау деді екі бай бірін-бірі әзілмен қағысып. Сен енді байдың, қар көрегеніңе қиналма деді қораны күретіп жатқан қамбашы. Былшылдамай, уәделескен 15 тиыныңды әкел. Мен бай кісі емеспін, ол маған тамақ болады. 70 тиынды ауылдағы тарығып отырған әжеме жіберем деді жалпақ қайын күрекпен шөміліп қарды биік қорадан асыра атып жатқан, беті бұрқыраған термен буланған бала. Орли, сен маған мырзасынған былшылыңды айтпай, мына қазақты қолыңа түсіріп ал. Кірекешіңе мұндай адам керек қой, ол реті келгенде 20 кісінің жұмысын істейді. Жотасына қарашы, буыны қаттаған бала шойыннан құйған алыптардың ескерткіші сияқты. Өзім де соны ойлап, 20 тиын сыйлап тұрмын, бірақ ол 20 кісінің тамағында шеді ғой. Өзің айтқандай буыны қаттаған бала созыла беретін резеңке қанар сияқты болады. Немене, саған сүген картөппен есілдің сасыған шабағы жетпей ме? Бере бер, астырып. Я, оның да есебін табармын. Қысы жазы құмырсқадай шұбыртып жүргізіп отырған кіреге мұндай күш керек, әсіресе ұзақ сапарға таптырмайды. Бала қарын күреп болып, тиынын алған соң, Масликов қойын дәптерін алып балаға жымия қарап, әңгімеге кірісті. Бала, сен қайдан келдің, ә? Мен білем, сен Қызылжардікі емес, қай болыс, қай ауылдікі? Ақмола облысы, Сарытерек болысы, Құрам ауылынан. Әкеңнің аты кім? Мұңайтпас Ернақып. Өз атың кім? Мұқан. Оны қайтесің? Сені мен тамыр болғым келіп тұр. Тамыр болып ат мінгізесің бе? Жарайды, мінгізейін. Сен маған жігіт боласың, дұрыс па? Болайын, айына не бересің? Мен саған бәрін берем. Тамақ менен болады. Сенің киімің жоқ, киім берем. Сондай айлық берем. Айың 1 сом 80 тиын. Ей, тамыр, оның аз ғой. Рас, мен жұмыс іздеп келдім. Әжем, әке, шешем бар, кедей кісіміз. Ең болмаса менің тапқаным олардың қанша нанына жететін болсын, аздап қосыңқыра. Менен басқа кісі саған 80 тиыннан артық бермейді. Мен сені аяп, үлкен жігіттерге беретін айлық беріп тұрмын. Оның үстіне мына алпамсадай денеңе, киім кешегіңе, ішетін тамағыңа 2 жігітке беретін қаржым артық шығатынын білесің бе? Бала ойланып тұрып келісім берді. Болашақ атақты палуан Қажымұқан Масликовқа осылай келіп жалшылыққа тұрды. Мұқан Масликовтың үйіне келген күні жалпы кіреші жалшылар жататын жатақхана орналасты. Табан төселіп, пеш қойған сарайдың бір бұрышы тиді. Сонда түнеп шықты. Ертеңіне қожасы Мұқанды өз үйінің ауыз бөлмесіне шақырып, 30 пұт кеспекті доп қылып домалатқан дәуді өзінің әйел балаларына, қонақтарына көрсетіп, оның көп жігітінің бірі болғанын айтты. Күшті баланы айнала қарасып, бойын аршындап, салмағын өлшеп, Масликовтың кереметті етіп айтқанына сенбеді. Бұл қалай 30 пұт көтереді? Бойы жарым кез, салмағы 200 қадақ. Рас, мойны қол-аяғы жуандау. Сілтеме, кез 1 метр. Қадақ 400 граммға тең. Бірақ 30 пұт жүкті көтеруі мүмкін емес деп
Есепшісі өзінің өгіз өлшейтін есебін айтты. Өз сөзін қостамағанына Маслихов та ренжіп, жарайды ендеше. Мұңайтпасовтың кереметін кейін көрерсіңдер деді. Ал бала, қалай ұйықтадың? Жатақхана жылы ма екен? Жігіттердің арасы көңілді болар. Олар домбыра тартады, өлең айтады, карта ойнайды. Шынында да біздің үйден сендердің жатақханаларың қызық. Қажымхан бір түрлі көңілсіздік кейпін көрсетіп, қожайын, мен ол жағын білмеймін, түнімен ұйықтағаным жоқ. Неге? Ішінде ұрыс, жанжал көп пе екен? Жанжалдаса 4-5 жиылып 30 пұт болмайды, лақтырмайсың ба шетінен? Жоқ, айта көрмеңіз. Әжем ұрысқан жаман болады деген. Менің төбелес жанжалға жаным қас. Енді неге ұйықтай алмадың? Ұйықтай алмағаным төсеген сабанның арасында тышқан бар екен. Олардың шиқылдаған дауысын естісем зәрем кетеді. Масликовтың үй іші өзі қосылып қарқылдап, көздерінен жас аққанша күлді. Оның жататын жердегі тышқандардан қорқатынын енді ұққан қожайын ойлана қарап, өзінің соңында күлген жоқ. Міне, 30 пұт көтерген палуан, тышқаннан басқа тағы неден қорқасың? Оның басқа еш нәрседен қорықпаймын. Қасқырдан ше, тәйрай, қасқыр, аю, қабан дегендер ит емес пе? Иттен кісі қорқа ма? Тек мына адам жататын жерде тышқанның шиқылдағаны жаман. Мұқанды ас үйінің ауыз бөлмесіне жатқызатын болды да, өзіне 2 ат, 1 шана беріп, шөп, отын әкеліп тұру жұмысын тапсырды. Жаяу сүйреген шана. Сағаттың тіліндей айналған күн өте берді. Мұқанның қарағайды қамыстай қаусатып қолымен тартып құлатқаны, талай ауыр жүкті жалғыз тиегені аңыз болып айтылып жүрді. Челябинск, Қазан, Уфа, Самарға бірнеше рет барыпты қайтты. Бойы өсіп, буыны қатая түсіп, 18-дегі жігіт болды. Қыс ортасы ауып, февральдың ішінде үсті-үстіне төпеп қар жауып, Қызылжар айрықша суытты. Масликовтың үйіне отын да шөпті шақ келмеді. Ауыр жұмыс қайда болса, Мұқанды сонда жұмсау әдетке айналды. Айдың аяғына таман ішкі Ресейге кеткен көліктер келіп, қаладан 20 шақырым жердегі шөпке Мұқанның қасына 4 шана қосып 5 көлік жіберді. Масликовтың үй ішіне Мұқанның ауыр мінез, тіл алғыш, тәртіптілігі қатты ұнаған еді. Ол қандай жұмыс тапсырылса да, орындап келетініне әбден сенді. Сондықтан Митка, оны Масликовтың үй іші Мұқан деуді қойып, Митка деп атап кетті. Мүмкіндігің болғанша шөпті тез жеткізуге тырыс. Басқаларға қарамай шөбіңді алдымен тиеп алды, келе бер. Жолда болдырған аттар тілін тістеп аш тұр деді қожасы. Жарайды деді тіл алғыш Мұқан. Түн ортасы ауа жүріп кеткен шөпшілер қар басқан соқпақпен жүру ауыр болып, әрең дегенде түсте шөпке жетті. Мұқан жақсы деген 2 атты таңдап жексе де, ауыр жол аттарын болдыртып тастады. Аяз сорып, әлсіреп келген жігіттер төбе болып қар басқан шөпті көріп үрейлері ұшты. Оның қарын аршу үшін бір күн айналу керек сияқты. Жолдастар қарды қай жағынан аршып, шөпті қалай теу керектігін кеңесіп, әртүрлі тәсілдерін айтып көп тұруға айналды. Сүлдеміз сүйретіліп, шөбіне әзір жетіп едік, енді мұны аршып алу азабы шөппен бірге сүйегімізді шанаға салар деді тоңып жақ-жүні үрпиген біреуі. Масликовтың 1 сом 80 тиыны сол сүйегің үшін берілген шөптің басына келгенде білдің бе деді шақ денелі сары жігіт. Мұның өзін мына бір жерден ашу оңай болар. Үйінде қардың ойпаттау жер екен, шөптің түбіне шейін шана сыйғандай етіп, қарын алсақ төбесін басқан қарды кейін көрерміз деп тағы біреуі үйілген шөпті айнала басып, төбе болып кеткен қарға шығып көріп жүрді. Оған дәті шыдамаған Мұқан, боран үріп, шөптің шеті көрініп тұрған бір бұрышына келді де, жегінің арасына бастырықты арға-бұрға сүңгітіп жіберіп, иығымен көтеріп тастады. Шөп мөбімен үйілген қар жел аударған түндіктей төңкеріліп түсті. Ей, мынау не істеді өздесті? Қалай ашып алудың амалын таппай еш шығып тұрған жолдастары. Оған Мұқан жауап қайырмады. Бастырықты тағы бір сұғып, екінші көтеріп тастағанда,
үйілген шөптің жартысы ашылып қалды. Бір айыр шөпті аттарының алдына апарып салды да, шанасын доғарып сүйреткен бой жақындатып әкеп шөпті тией берді. Ей, сен не істеп жатырсың? Көмбе қарды атты қалай жекпексің? Батып кетеді ғой, десті жолдастары. Менің оны өлшеп, ой тауысуға уақытым жоқ. Қожайын айтты, бітті. Менің шөпті тез жеткізуім керек. Осыдан басқа маған түктің керегі жоқ. Мына күртік қар атты көтере алмайды деп тұрмыз ғой. Атты көтермесе мені көтереді. Менің атқа шейін сүйреп баруға мұршам келеді ғой деп тұрмын. Соны қойшы, нан жеп, әл жинайық та. Содан кейін қалай тиеп алуды ойласармыз. Әйтеуір бала төбесін ашып, азапты жеңілдетті ғой, десті. Суынған бойларын жылтқалы, беттерін уқалап, қолында соғып жүгіріп жүрген жігіттер. Жолдастары нандарын жеп болғанша, Мұқан шөпті таудай қып тиеп болып, бастырғын тартып, жетегінен ұстап, итшанадай сүйретіп, аттарының қастарына апарып қойды да, ол да нан жеді. Мұқан атын жегіп, 7-8 шақырымдай шыққанда, қарсы алдынан боран соға бастады. Үйе тиелген шөпке қарсы соққан қарлы жел, шөп арасын көтеріп, өңменнен itергенде итереп, аттың аяғын қия басқызбады. Аттардың жүргенінен тұрғаны көбейді. Күн батып, дүлей қараңғы түн басталды. Мұқан шананы сүйрелеп, атқа көмектесті. Айыр шаншып, артынан да итеріп көрді. Шекеден аққан тері өңіріне тамып, түйір-түйір мұз болып қатып жатты. Қалаға 7 шақырым қалғанда бір ат аяғын басуға мұршасы келмей, 4 аяқтап тұрып алды. Ыза кернеген шөпші айырын шананың артына көмейлеті шаншып қойды да, үрінді қарға көміліп тұрған шананы итеріп кеп жібергенде, жүре алмай тұрған ортаға жеткен ат жетек сынып бүктелген бойынша шананың астына шалқасынан түсті. Жанына жеткен ат қайырылып сыртқа шығып кетті. Мұқан шананы кейін итеріп, астындағы атты босатқанша ол өліп кеткен еді. Шөпші біраз демін алып отырды да, өлген аттың қолдауынан божыны 2 қабаттап өткізіп алып, кеудесін көтеріп, шөптің бастырғынан байлады да, басы көтеріліп салбырап тұрған бөксесін иығына салып тұрып, шананың үстіне лақтырып жіберді. Өзі бел көтергіш қайысты шанаға байлап, алған атқа пар болып шөпті сүйреп, қаланың шетіне шейін алып келді. Қалаға кірген соң, ол атты аяғын басудан қалды. Оны шананың артына байлай салып, өзі жүкті сүйрей берді. Ел тұрып, қорасының айналасын күрей бастағанда, адам сүйреткен дәу шана шөп бір атты үстіне салып, бір атты артына байлап, Масликовтың қорасына кірді. Бұл алып күштің кім екенін білу үшін, Масликовтың қорасына келгенше топ-тобымен қала адамы шананың артынан ерген еді. Төбедей болып, шөп үйілген шана қораға атсыз кіргенде, Масликовтың үйші жалшы жігіттері үрейлене далаға шығысты. Ойбай, ат қайда, иттің баласы, деп жандау шықты байдың. Жоқ деген атың шананың үстінде, бір атың шөптің артында байлаулы, қожайын. Далада қалған еш нәрсең жоқ, деді бала. Қожайын өлген атты көріп: шақырыңдар городовойды, мына шошқаға ат жасасын, деді. 2 городовой келіп, сүйрет шананы шөп атымен полицмейстерге алып барамыз, деді. Үсті басы термен буланып, әппақ қырау басқан Мұқан үстіндегі өлген атымен шананы сүйретіп, полицмейстердің қорасына кетті.